Әке-шеше қылықтарының балаға әсері. Баланың іс-қимылына қарап, оның қандай отбасында өскенін аңғару қиын емес. Өйткені баланың ес білгеннен қалыптасатын іс-әрекеті ұяда не көрсең ұшқанда соны көресінге саяры сөзсіз. Отбасының балаға жасаған іс-әрекеттері қандай болса, бала бойында да сондай іс-әрекеттер қалыптасады. Бұл турасында тәжірибелі педагог Бақыт Кәкіжанқызы мынадай ой айтады. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға, сондықтан әке де, шеше де балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған орынды. Өз басымен ашық сөйлесе алмай сырласа білмейтін ата-аналар. Екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт жоқ дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл қыздарымен үй шаруасында жүріп-ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа? Жан ұядағы жанжал, үлкендердің аузына келген сөздерді айтуы, баланың көзінше басқа біреуді сөгуі, біреудің сыртынан өсек айтуы балаға теріс әсер етеді. Бала алдында әке-шеше мен үлкендердің әдептілік танытқаны жөн. Мысалы, арақ пен темекінің толып жатқан зиянын біле тұра, балалардың көзінше арақ ішіп, үсті-үстіне темекі тартқандар бар. Көрінген таудың алыстығы жоқ, дейді. Ертең ақ ұл өсіп, ер жетер, қыз өсіп, бой жетеді. Сонда арақ пен темекінің зиянын қалай ұқтырамыз? Негізінен жанұяның шырқы бұзылған, ата-анасы маскүнемдікке салынған, немесе жарамдық жағынан азғынданған ортада бала, жасөспірім қашанғы жиренішті көріністі, ондағы айқай-шу мен дау-жанжалға, ұрыс-керіске шыдап жүре бермек. Басқа өмір аңсайды, немесе теріс тәрбиеге тез бой алдырып үлгереді. Егер осы теріс жолға мүлде бет бұрып кетсе, онда бәйтеректің бір бұтағы қисық өсті дей беріңіз. Бақытсыз қыз, бұзақы ұл осыдан шығады. Сонда негізгі күнәні кімнен іздейміз? Төменде бір-біріне мүлдем ұқсамайтын үш түрге жататын ата-аналар көрсетіліп, әрі олардың әрқилы әрекеттері нәтижесінде баланың қандай болып өзгергендігі берілген. Бірінші қорғаушы, екінші қысым көрсетуші, үшінші демократияшыл. Бірінші қорғаушы отбасының іс-әрекеті. Егер сіздің іс-қимылыңыз төмендегідей болса, онда қорғаушы отбасыға тән. Баланың асты үстіне түсіп бәйек боп, барынша айналып толғану, немесе тым өбекшіл болу. Ойбай-ау, жарығым-ау, Құдайдан сұрап алған құлыным ғой менің, сені жылатқанның көзі шықсын, қарның ашып қалмасыншы жаным. Ұрты томпаңдап жүргені қуаныш емес пе бұның? Қарашы, тамақты тағы да таусыпты, менің баламның аузын аспандай. Кәне мыналарды да жей ғой, айналайын-ау, ауыра көрмесінші. Түшкірсе де дәрігерге қаратып тұрғанға не жетсін? Көзіңнен таса қылмашы құлдығымды, бірдеңеге ұшырап қалар. Ойнаса да өзің қасында жүрсейші, балалар ұрып кете ме, шалынып құлап қала ма, кім білсін? Түн ортасында балмұздақ жегім келді дей ме, сол да сөз болып па? Тәйірі, ашық дүкен әлі де бар шығар. Жолыңа құрбан болып кетейін, киімін өзің ақ киіндіре салшы, тегі. Тамағын да өзі жей алмайтын шығар, сен жегіз. Күнім сол, менің жанымда барым да сенсің айналайын. Онда балаңыз мынадай болып өседі. Өзімшіл, артынан біреудің ылғи да жүгіріп жүргенін қаламайтын. Үй ішінде, сыртта да ешкіммен бас піспейтін. Қорғаушысы болмаса өзін жалғыз сезінетін, өмір бейнетінен қашатын, өзіне сенімсіз, тәртіпсіз, тиіскіш, тәуелділіктен арыла алмаған, қате істерге басқалар жауапты деп білетін, көзге онша түсе бермейтін, біреу көрсеткен жолмен ғана жүретін, яғни басқа біреудің басқаруымен жұмыс істейтін, өз балаларын тәрбиелеуге дәрменсіз. Екінші, қысым көрсетуші отбасының іс-әрекеті. Егер сіздің іс-қимылыңыз төмендегідей болса, онда қысым көрсетуші отбасыға тән.
Баланың ой-пікірі мен сезімдеріне мән бермеу. Тыңдама баланың айтқанын, мынау жөнді, мынау жөнсіз деп қарап жатпа. Ешқашан айтқанын істеуші болма. Бетін қайтарып ұрысып таста. Өте қатал бол, сенен қорқатын болсын. Есіртпе, жазасын беріп, көкесін таныт әбден. Көрсін сенің күшіңді. Не істесең де ылғи өзің араласып отырмасаң, ол бәрібір өздігінен ештеңе істей алмайды. Осы неменің тегі бірде-бір оңды қылығын көрмеппін, жанынан батырып тұрып сына. Елдің алдында қатты ұялтып келеке қылсаң, істеген қылығынан сабақ алып, екінші ұмытпайтын болады. Онда өзіңізге қарсы шығумен қатар төмендегідей: ашуланғыш, жаны ашымайтын, өзінен әлсіздерге әлімжеттік жасағыш, өз кінәсін мойындамайтын, бет қаратпайтын, тіл алмайтын, қырсық болады. Не болмаса төмендегідей тұйық болып өседі. Тез жылағыш, сезімталдық күйзеліске бейім, іштен тынғыш, момын, өзіне сенімсіз, өзгелерді қуанту үшін өмір сүретін, өзін еш есепке алмайтын, ойын айтуға батпайтын, ұялшақ, жалыққыш. Үшінші, демократияшыл отбасының іс-әрекеті. Егер сіздің іс-қимылыңыз төмендегідей болса, онда демократияшыл отбасыға тән. Баланың да ой-пікіріне мән беру, сезімдерімен санасу, не істесе де аз да болса еңбектенгендігін, тырысқандығын айтып, оны да қолда. Оған сенім артатындығыңды білдір. Қандай да бір жағдай болып қалғанда баланың не айтқанын бүкіл жан-тәнімен, бар жүрегіңмен тыңда. Қисынды нәрсе сұраса, баланың мәселін қайтарма. Баланың ісі шала деген баланың қателік жасай жүріп есейетіндігін ұмытпа. Баланың қателіктерімен қоса жақсы көр. Баланы еркін ойлап, еркін сөйлеуге дағдыландыр. Сенен басқаша ойлауы мүмкін екендігін де естен шығарма. Тіпті сенен өзгеше ойлаған күннің өзінде оның ой-пікіріне құрметпен қарай біл. Онда сіздің балаңыз көпшілікпен тіл табыса алатын, ортақ іске әзір, өзін түсінетін, достарымен тату, сезімталдығы байсалды, тіл табысқыш, бақытты, өзіне сенімі мол болып өседі. Балаңыздың қызығушылығы мен қабілетін байқаңыз. Сол тұрғыдан оған бағыт-бағдар беріңіз. Ата-ана тарапынан балаға жіті көңіл бөлмеген жағдайда балаға берілер тәрбиенің де мәз болмасы белгілі. Сіз балаңыздың нені ұнатып, нені ұнатпайтындығын, не нәрсеге көбірек үйірсек екендігін, неден қорқатынын, неге қызығатынын бес саусақтай жақсы білгеніңіз жөн. Бұл сіздің онымен қарым-қатынасыңыздың барынша жақсаруына жол ашады. Сондай-ақ балаңыздың қызығушылығы мен қабілетін аңғарып, қай салаға ерекше бейім екендігін білуге тиіссіз. Бір адамнан бар саланы бірдей қамтып алып кетуді күту қателік. Бұны арнайы зерттеулер де дәлелдеуде. Бір ғана саланың өзін әркім өз қабілетіне қарай әр деңгейде меңгереді. Сол секілді балалар да бар пәнді бірдей меңгере алмауы мүмкін. Баланы бір пәнді жақсы оқуға күштеу, оған сіз күткендей оң ықпал етпей, керісінше баланың оқуға деген құлшынысын бәсеңдетіп жіберуі де ғажап емес. Адам өз бойындағы қабілетін аша білгенде ғана үлкен жетістіктерге қол жеткізеді. Біреудің еріксіз күштеп мәжбүрлеуі салдарынан баланың ол іске деген қызығушылығы тіптен төмендеп кетуі мүмкін. Бала өзі қызықса болды, сол істі шын ынтасымен құлшына істейді. Орынсыз күштей берудің арты неге апарып соғарын жақсырақ ұғыну үшін мына бір хикаяны оқып берейін. Патша бағы. Ерте кезде бір патша жеміс ағашын өсіргісі келіпті. Адамдарын шақыртып, өлкенің ең құнарлы жеріне әлемнің ең жақсы апельсин бақшасын өсіруді бұйырыпты. Айтқаны екі етілмей бәрі орындалғанда патша: менің бақшам әлемнің ең жақсы күтілген, ең әдемі бақшасы болуы керек. Тіпті ағаштардың бойларына дейін тегіс біркелкі болатын болсын деп бұйырыпты.
Арадан 7 жыл өтіп, көктемнің бірінде көрші елдің патшасы қонаққа келіпті. Патша қонаққа бақшасын көрсетпек болыпты, алайда бақша тап-таза ретті болғанымен ағаштардың бойлары біреуі ұзын, біреуі қысқа, әркелкі болса керек. Бұны көріп, қатты ашуланған патша бақшадағы ағаштардың бәрінің бойларын тез арада бірдей етіп кеспесе, өз бастарын кесетіндігін айтып қызметшілеріне қатал бұйрық шығарыпты. Ағаш бойларын бірдей жасаңдар деп күштеген патша барлығынан қорыққан қызметшілер дереу іске кірісіпті. Бойы ұзын ағаштар қысқартылып, бойы қысқа ағаштардың ұштарына бұтақтар жалғаныпты. Әупірімдеп жатып, соңында бақшадағы ағаштардың барлығының бойы бірдей етіп жасалса керек. Біраз күн жатып, бір күні бақшаны аралаған қонақ таңғажайып бұл іске қатты таңғалыпты. Қараса, бақша тап-таза ретті, барлық ағаштың бойларына дейін біркелкі екен. Бірден уәзірлерін шақырып алған қонақ патша дәл осындай бақшаны өз елінде де өсіруді сол мезетте ақ бұйырыпты. Қонағының қатты таңғалғанына масаттанып, көңілі марқайған патша бақша қызметшілерінің бәріне мол ғып сый-сияпат үлестіріпті. Өкінішке орай сол жылы бақша айтарлықтай жеміс бермепті. Өйткені бұтақтарын ебедейсіз қылып кесіп тастаған жеміс ағаштары өз қасиетінен айырылып қалса керек. Бағбандар аман алып қаламыз деп қанша әрекет еткенімен көбісі қурап, я болмаса ауруға ұшыраған бақты қайта қалпына келтіре алмапты. Әп-әдемі жеміс бағы енді ештеңеге ұқсамас ну-тоғайға айналыпты. Кейіннен әлгі көрші патшаның тағы да қонаққа келмек болғанын естіген бақша күтушілері жан сауға сұрап, бастарын алып көз көрмес, құлақ естімес жаққа қашып кетсе керек. Міне патшаның болмасты болғызам деп зорлықпен күштеген ісінің аяғы осындай аянышты тірлікпен біткен екен. Ата-аналар баласының сабаққа үлгеремін, олардың қабілеттерімен байланыстыра білулері керек. Әрбір әке-шеше төмендегі мына сұрақтарды өздеріне қойып көрсе дұрыс болар еді. Баламыздың бар сабаққа деген қабілет, құлқы бірдей ме? Баламыздың барлық пәндерден бірдей озат болуы мүмкін бе? Неліктен жоғарғы оқу орындарына қабылдау емтихандарында гуманитарлық, математика, тіл және жеке қабілет деп бөлінеді? Ата-ана баласының өзіне тән басқаша қабілетке ие екендігін көре білуі керек. Әрине, балалардың бәрі бірдей президент бола алмайтындығы анық, дегенмен ол өзіне ұнайтын салада мықты маман болып шығуы әбден мүмкін. Бір педагогтың әңгімесі. Бір күні педкеңесте мұғалімдер бір оқушының бар сабаққа салғырттығын, үлгерімінің нашарлығын талқыға салды. Мен ол бала бар сабақтан нашар ма деп сұрағанымда, суреттен беретін мұғалімнің басқасын қайдам, бірақ ол баланың сурет салуға деген қабілеті өте ерекше. Облыс көлеміндегі көркем сурет көрме жарыстарына қатысып, ылғи да олжамен оралатын бірден бір оқушымыз сол ғана дегені бар еді. Расында да сол оқушы қай сурет жарысына қатысса да тек қана жетістік әкеп жүрді. Жақында ғана біз оның ең таңдаулы деген бір суретін Жапонияға жарысқа жіберіп, енді үлкен үміт күтіп отырған жайымыз бар. Міне, көрдіңіз бе, өзінің қабілеті бар салада ғана баланың үлкен жетістіктерге жететіндігін ескеруіміз керек. Ұстаздық пен ата-аналардың бірі өз басына өткен мына бір қызық жайтты әңгімелеп берген еді. Математика пәнінің үлгерімі нашар бір оқушыға арнайы уақыт бөлек сабақ беріп жүрдім. Бірақ енді сізге өтірік, маған шын. Әлгі оқушыға математиканы ұқтыру қияметтің қияметі, қиынның қиыны болатын. Менен ылғи әр нәрсені сылтауратып сұранып, сабағымнан қашып кетуге тырысатын. Әйтеуір сабаққа деген сауқы бір соқпай-ақ қойды. Кейіннен араға бір 7-8 жыл салып кездескеніміз бар. Ол маған өзінің қылқаламмен сурет салуда біраз жетістіктерге жеткендігін, тіпті республика көлеміндегі көркем сурет көрмелерінде айтулы орындарды иеленгендігін, әрі бұл іске
өзінің көңілі толғандығын, бақытты екендігін айтқан еді. Ал мен болсам баяғы оған математикадан сабақ берген кезімді еске алып, онымен қанша уақытымды босқа өткізгенім екенмін деген ойға қалдым.